Қалайсыздар? Бүгін мен сіздерге бөтененің жұмыртқасының пайдасын айта кетейін дегем. Негізі бөтененің жұмыртқасы адамға өте пайдалы. Әсіресе асқазан ауырған кезде осы бөтененің жұмыртқасын аш қарынға таңертең шекедей ішсеңіздер, асқазаныңыздағы жараны жәнегі 70% жазады. Және де бұл қазіргі уақытта, тем более мына қазіргі уақытта адамдарға ауа жетпей жүреді ғой, дем жетіспей жүреді. Сондайға пайдаланса болады ішіпші. Кәдімгідей бұл көмек береді. Мен өзім күйеуім сондай жәнегі ауа жетпей ауырып жүрген. Осы бөтененің жұмыртқасын қалай ішті, ауа жетпей қалғаны кәдімгі тоқтатылып қалды ғой. Потом айта кетейін дегенім, бұны бөтененің жұмыртқасын кәдімгідей өздеріңіз барып, жәнегі кәдімгідей домашний екеніне көз жеткізіп, қанша уақыт тұрып қалмағанына көз жеткізіп алғандарыңыз дұрыс. Себебі бұл тұрып қалса адамға наоборот кері әсерін тигізуі мүмкін. Сондықтан одан кейін холодильникке сақтаудың қажеті жоқ. Жәнегі бұны 20 күн ішсеңіз, 10 күн тоқтатып, 10 күннен кейін қайдан ішсеңіз болады. Күніне 2 ішсеңіз де болады. Таңертең кешке аш қарынға міндетті түрде ішсеңіздер, өте пайдасы көп. Мен және де бер жағын ғана айтып кеттім, жәнегі пайдасын. Тағы да пайдалар бар, өздеріңіз ютубтан қарап көрсеңіздер болады. Әсіресе балаларға да берсеңіздер болады. Бұл енді қалай ішеміз десеңіздер, жәнегі кесеге жарып, потом ішіп жеріп, артынан су жұтпай аударың, дәмі ұнамайды дейтін болсаңыздар, және кесеге жарып, бірінші сол жәнегі жұмыртқаны ішіп, одан кейін су ішсеңіздер, дәмі ауызға білінбей кетеді. Және де бұны аяғы ауыр әйелдерге де ішсе де болады, ешқандай зияны жоқ, наоборот пайдасы көп бұның. Потом сыртын жәнегі жуып қойып, холодильникке сақтамайсыздар. Тағы бір қайталай айтамын, холодильникке сақтамаңыздар. Себебі бұл холодильник және суық болғандықтан көп нелердің ішіндегі витаминдерін өлтіріп тастауы мүмкін. Сондықтан холодильникке сақтамай, жәнегі осындай үй температурасында сақтап, жәнегі 20 күнге, может 20 күнге болмаса да 10 күнге 2 күнне 2-ден ішіп, тезірек бітіріп салуға тырысыңыздар. Себебі көп тұрып қалса да бұл бұзылып кетуі мүмкін. Содан кейін жәнегі сатып алғанда холодильникте тұрды десе алмай қойыңыздар. Себебі холодильникте тұрған нәрсенің жәнегі жұмыртқаның витаминін өлтіріп тастайды, сізге пайдасы тимей қалады. Сондықтан неғұрлым өздеріңіз көздеріңіз жеткізіп, жәнегі үйде асырап жүрген, жәнегі бөтенені асырап жүрген адамдардан көзіңіз жеткізіп, жәнегі қалай айтсам болады, көздеріңіз жеткізіп, жәнегі қорасынан алсаңыздар да болады. Өйткені қорасынан көздеріңіз жеткізіп алсаңыздар, чем пайдасы больше болады ғой. Қазір уақытта білмейсіздер ғой, қай жерге сақтап, қай жерге қойып қойғанын білмейсіздер. Может, көп тұрып қалған шығар дегендей ғой.